Армысыздар, эфирде Go подкаст және оның жүргізушісі мен Балауса Мылысқызы. Кейінгі кездері Қазақстанға шетелдіктер көп келуде, және де бір қызық айтайын сіздерге, көпшілігі қазақ тілін еркін меңгерген және де еркін сөйлейді. Және бүгінгі біздің қонақтарымызда сонау Америка құрама штаттарынан келген PhD докторы, профессор, Қазақстан Американдық Еркін университетінің құқық және халықаралық қатынастар кафедрасының оқытушысы Рональд Уайли және оның жұбайы Джанин Уайли. Сіздерге енді қызық болып отырған болар, біздің подкаст қандай тілде өтеді деген сұрақ. Ендеше ашып айтайық, бүгінгі подкаст ана тілімізде өтеді. Қайырлы күн. Қазақстанға қош келдіңіздер. Сіздер енді білуімше Қазақстанға жиі келесіздер, иә? Ең бірінші есімізге түсірейікші, ең алғаш Қазақстанға келгенде сіздерде қандай эмоция болды? Сіздер бір бастан кешкен сезімдеріңізді бізбен бөліссеңіздер, қандай әсер алдыңыздар? Біз бірінші рет Қазақстанға келгенде 91 жыл, ол СССР кезінде бұл. Біз турист ретінде келгенбіз, және тек қана Алматыға келіп, бірнеше күнге, ал әрине әдемі қала болып, таудың астында болып, ол керемет сезім болды. Біз екеуміз штат Колорадоданбыз, және бізде де әдемі таулар болып, Алматының жанындағы тауларды көріп, ол еміз сияқты деп сезіндік. Ең бірінші сезім сол. Ерекше эмоцияда болған екенсіздер. Енді сізге мынандай бір сұрақ қояйықшы, жалпы америкалықтар мен азиаттардың өмір сүру салтында қандай да бір айырмашылықтар бар ма? Әрине айырмашылықтар бар ғой. Азиялықтар негізінде қонақшыл халық. Үнемі біз соны көріп, сезініп, өте қуаныштымыз. Өйткені, американдықтар да қонақшыл, бірақ айырмашылықтар бар. Және, мысалы, бір американдықтың үйіне келіп, мүмкін бірінші қадам олар су ішкің келе ме деп айтуға болады. Тек қана су. Бірақ қазақтардың, немесе азиялықтардың үйіне кіріп, отырыңдар, шай ішейік, плау дайындайық сендерге, мүмкін бір қой союымыз керек, анау деген, ол мүлдем басқаша. Біздің қонақ жайлығымыз өте жай екен. Ал азиялықтардікі, әсіресе қазақтардікі бай қонақ жайлығы. Біздің бірінші сіздер рахмет, тойдым, болдым. Солай үйренгенбіз. Қонақшылық адамдар. Рахмет. Ал енді біз, мысалға, америкалықтарды, мен өзім енді Америкада болмаған, бірақ та көпшілігіміз Америка халқын толеранттылығымен, ашық жарқын мінезімен, сіздерді көрген кезде бірден көңіл күйіміз көтеріледі. Үнемі бір көңіл күйлеріңіз жоғары болып, үнемі бір күліп жүресіздер де, ашық жарқын мінездеріңізбен есте қаласыздар. Ал енді осы қазақ халқы сіздерге қандай мінезімен есте қалып жатыр? Менімше, сенің айтқаның өте дұрыс. Американдықтар көп күледі, қалжыңдайды, көп. Сондықтан кейбіреулер бізге қарағанда мүмкін онша терең мінезі емес деп санайды. Бірақ достығымыз өсе бергеннен кейін
адамдар көре алады. Американдықтар да терең ойлайды. Меніңше мұнда адамдардың тереңділігін көрініп тұр, басынан бастап. Сонша көп қалжыңдамайды алдымен. Ал біріншіден эмоция көрсетуге жасқанатын сияқты ма? Мүмкін көбірек уақыт керек. Тығыз байланыс жасау үшін. Бірақ тығыз байланыста болған кезінде онда қалжыңдау деген болады әрине, және жылы жүзбен сені қабылдайды қазақтар. Сондықтан мүмкін сонша тез қалжыңдамайды, бірақ бәрібір терең тығыз байланыс жасағысы келеді қазақтар. Ал енді сіз, білуімше, сіз жастарға көп дәріс өткізесіз ғой. Мысалға, осы қазақ жастарының бойынан бір жақсы және бір зиянды мінездерін айта аласыз ба? Мысалға, осы бір болашаққа баратын кезде, осы қазақ жастарына осы бір мінезі керісінше бір кесірін тигізеді деген мінез. Әрине, біз 30 жыл астам мұнда қазақтардың арасында болып, өзгерістер байқағанбыз басынан бастап әзірге дейін. Бір өкінішті нәрсе, меніңше, жастар телефондармен өте көп уақыт өткізеді. Мүмкін TikTok, тағы социальный медиамен қатысады. Бұрын біздің көргеніміз бойынша не паркта, не жай көше бойында адамдар бір-бірімен әңгімелескен көбірек. Ал қазір жастарға қарағанда әркім былай отырады. Егер бір қандай ақыл бере алсам, адамға қараңдар, олармен әңгімелесіңдер. Ол маңызды, өйткені тығыз байланыс жасау үшін бетке-бет адамдармен сөйлесу керек. Бір-біріне тыңдау керек. Тек қана телефон арқылы емес, социальный медиа арқылы емес. Меніңше. Және ол тек қана Қазақстандағы мәселе емес, ол бүкіл дүние жүзіндегі мәселе қазір. Бірақ өткені біз көп студенттермен қарым-қатынастарымыз бар. Мұғалім, профессор болып істегендіктен студенттердің мінез құлығын байқаған. Және оларға сондай ақыл бергім келеді. Бір-бірінен тығыз байланыс жасаңдар деп ойым бар. Расымен де Рональд мырза негізі әлемдік қазір проблемаға, жаһандық проблемаға айналып жатқан мәселені көтеріп отырсыз. Рас, қазір ата-аналар балалармен араласуды қойып бара жатыр. Достар бір-бірімен емес, кездесудің орнына телефонмен сөйлесе салады деген сияқты. Рас, өте өзекті мәселе негізінде. Осы балаға, достардың арасындағы айтамыз ғой, бір көңіл бөлінбегендіктен қазір біздің қоғамымызда өте көп бір одан да өзекті мәселелер туып бара жатқан сияқты. Сондықтан да рахмет осы кеңесіңізге, жастарға құлақ ассын деген біз де өз тарапымыздан кеңес айтамыз. Енді біз сіздерге мынандай сауал жолдасақ,
біздің ұлттық кухнямыз жайлы, иә, асханамыз жайлы. Не айтасыздар, бір естеріңізде қалған бір тағам бар ма? Қандай болса да бізге ұнайды кухня. Бауырсақ. Әрине. Осы жаңа бауырсақ әрине, бірақ Бешбармақ мысалы. Бешбармақ әрине, қазы, қарта. Қандай болса да, бізге ұнайды. Ет жейміз. Ал енді қазір мысалға көбінде ағылшын тілі мысалға халықаралық тіл болып саналады ғой. Ал қазақ тілі туристердің, шетелдіктердің арасында кең. Қазір мысалға сіздің сөйлеуіңізге қарап мен тәнті болып отырмын. Осы тұста айтсаңыз, жалпы шетелдіктердің қазақ тілін меңгеруге қызығушылығы қайдан оянып жатыр? Қалай кең етек алып жатыр? Осы сұраққа көшсек. Жақсы сұрақ. Менің айтқанымдай, біз 33 жыл бұрын бірінші рет Алматыға келгенде тек турист ретінде келгенбіз, бірақ 30 жыл бұрын біз бүкіл отбасымызбен қайтып келдік жұмыс істеуге, оқуға, әсіресе қазақ тілін оқуға. Және 3 жылға біз екеуміз ғылым академиясындағы аспирант болып оқыдық қазақ тілін. Және неге десең, өйткені біздің адамгершілік мақсатымыз болып, оқыту үшін, осы Қазақстанды дамытып жүру үшін сондай оймен келдік. Және біз білдік, мен өзім фермердің баласын. Фермада өсіп жүрген және аграрлық дипломдар алып, кім ауылда тұрса, фермер болса, әсіресе оларға мен жерден бергім келді. Бір қандай жерден. Және біз бірінші жылға шағын кредитный бағдарламаны өткіздік. Алматы облысындағы Жамбыл аймағында, Ұзынағаш деген, оның аймағында бірнеше ауылдарда біз сол бағдарламаны жүргіздік. Шағын кредит беру үшін, бизнес принциптер үйрету үшін. Және мен білдім, сондай адамдарға көмек беру үшін тек ағылшын тілі арқылы, тек орыс тілі арқылы ол мүмкін емес. Қазақ тіл үйренсем, онда мен олармен әңгімелесе аламын деп санадым. Сол себепті ауылдағылармен көп шай іштім, көп бауырсақ жедім. Және сол арқылы, шай ішу арқылы, әңгімелесу арқылы мен қазақ тілін үйренгенмін. Ал енді осы қазақ тілін меңгеруге қанша жыл уақытыңыз кетті? Мен әлі үйренудемін. Әлі үйренудемін. Әрине. Өйткені қазақ тілі қандай бай тіл. Және менің арманым, мен шал болып кеткенмін, бірақ бәрібір менің арманым судай сөйлеуге деп арманым бар. Керемет. Ал мысалға сіз ең алғаш бір қазақша үйренген сөзіңіз қандай? Ең бірінші сөз. Оның айтқаны. Болдым, тойдым, рахмет деп. Кеше ғана біздің бірінші қазақ достарымыз қазір Алматыда тұрады. Кеше біз Алматыда болып, олармен бірге отырып, тамақ жедік, бірақ сол айыл маған сол үш сөз үйреткен. 30
30 жыл бұрын. Иә. Болдым, тойдым, рахмет. Тойдым, рахмет, иә. Ал енді мысалға, сіз жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, ең алғаш біз турист ретінде келдік деп, иә? Сол Қазақстанды жалпы қайдан естіп, қайдан көріп, және де осы Алматыға келуге не түрткі болды сіздерге? Кімнің бастамасымен келдіңіздер? Иә, сол Совет үкімет кезінде ақш, СССР жау сияқты болып жүрген көп жылға. Бірақ 89-90-91 жылдарда ол мұз сияқты ере бастаған сол жаугершілік деген. Және біз басқаларынан ести бастағанбыз. Совет үкіметтегі халықтар, олар жай адамдар, біз сияқты адамдар, олар жаулар емес. Сондықтан біз мәдениетті айырбастау үшін Совет үкіметке келдік, бірнеше студенттермен. Сол кезінде мен бір университетте жұмыс істеп, студенттерді шақырдым, және біз бірге келдік. Мәскеуге, Санкт-Петербургке, одан соң Орталық Азия жайында естілгендіктен біз ана жаққа барайық. Турист агентлігін адамдар бізге жоқ, Грузияға баруларыңыз керек. Ол өте қызық. Орта Азия алыс қой, ол чак қызық емес деп санаған сол кісілер. Бірақ біздің аңсаған арманымыз жоқ, тек қана сол республикаларға емес, нақты Орта Азияға барайық деп. Сондықтан олар жарайды. Бара беріңіздер. Біз бәрі ұйымдастырайық сіздер үшін. Сондықтан біз Алматыға келіп 3 күнге, одан соң Ташкентке 1 күнге, ол өте қысқа уақыт, бірақ бәрібір біз дәм көрдік. Орта Азия қайда екен, адамдар қандай екен деп көрдік. Қазақта сөз бар ғой, 1000 рет естігенше 1 рет көр деген, иә? 1 рет көрдіңіздер, барлығы түсінікті. Ал енді сосын Москва қайтылып барында осы агент. Бізбен бірге сол туристік агент бір гид бізбен бірге жіберді Алматыға. Және сол кісі қонақжайлығын көріп, әдемілігін көріп, таулар, тағы басқа, сол гид өзі Мәскеуге қайтып жеткенде оның бастығына айтқан: «О, керемет, біз әркімді қалаға жіберуіміз керек» деп шешімге келді. Оған да бізге де ол керемет уақыт осы Алматыда болған. Ал енді мысалға сіздер Алматыда, Өскеменде жүрген кезде, бір қазақша сөйлеп қалған кезде адамдардың әсері қандай болады, эмоциясы таң қалады? Әрине. Бірақ біз өте ерекше емеспіз. Меніңше біздің қазақ достарымыз өте ерекше, өйткені олар шыдамды болып, көмек ретінде бізбен бірге сөздерді үйреткен, грамматикасын үйреткен, біздің кәтелерімізді дұрыстап қойған, қалай дұрыс айту керек деп
тек қана біздің достарымыз арқылы біз қазақ тілін үйренгенбіз. Біз үнемі алғысымыз айтқымыз келеді. Ал енді осы тіл үйренген кезде, қазір ғана айттыңыз, әлі үйреніп келе жатырмын, сол тіл үйреніп келе жатқан кезде бір қандай да бір қиындықтар болды ма сізде бір қиындық, біз қазір Өзбекстанда тұрамыз. Самарқанда. Өткені мен осы университетте профессор болып істеймін, бірақ басқа Самарқандағы университетте мен сабақ беріп жатырмын. Сондықтан біз барып келіп тұрамыз. Және тағы өзбекше, таджикше үйренуіміз керек, ана қалада тұру үшін. Сондықтан тәжірибеміз, практика деген азайып кетеді, өкінішке орай. Біз кеше ғана Қазақстанға қайтып келдік, және анда-санда біз жақсы деп емес, яқшы дейміз, yok дейміз. Сондықтан біздің қазақ тіліміз кішкене аралас болып кеткен. Сол жағынан қиыншылық. Ал айтады ғой, мысалға, бір тіл білген адам бір адам, екі тіл білген адам екі адам деп, Ал сіз неше тіл білесіз? Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі тілін біл деген. Сондықтан, біз қандай мүмкіншіліктер бар болса, басқа тілдерін үйренгіміз келеді. Өйткені қандай халықпен болса да, біз тығыз байланыс жасағымыз келеді. Тілді үйренген сайын мәдениетін, барлығын енді зерттейміз, тарихын. Тіл арқылы сонша байлық бізге келе алады. Және әсіресе достық келеді. Көп достар. Өйткені коммуникация деген болу керек. Ал енді мысалға, өзімді де мысалға айтсам болады, бір адамның тілге деген бір бейімі болатын сияқты, тілде үйренуге бір бейім адамдар болатын сияқты. Енді мысалға жаңа айтып өткенде өзімді де мысалға айтуыма болады. Менің ойымша тілді үйренуге бейім адамдар болады. Мүмкін бірақ ол менің ойдан шығарып алған бір адамдар сылтау дейді ғой, мүмкін сылтау шығар. Бірақ та жалпы мысалға жастар болады, әне үйренем, міне үйренем, ой үйрену керек, бастайды сөздікті жаттап, одан қойып жауып қоя салады, одан басқа шаруасымен кетеді деген сияқты. Жалпы осы тіл үйренген кезде, әне міне деп шегеріп жүрген, сосын үйренем деп жүрген жастарға қандай кеңес айтасыздар? Ең керекті кеңес меніңше. Басқа тілін үйренуге кем дегенде 1 миллион кәте жасауын керек. Міндетті түрде. Сондықтан ұялмаңдар, кәте жасай беріңдер, грамматика қиын болса да мейлі, сөйлей беріңдер, ұялмаңдар. Өйткені тек сол жол арқылы басқа тілін үйренуге болады. Ал ұялсақ, ол қала береді дейсіз ғой? Егер ұялса, олар үндемей отырады. Бірақ тек тәжірибе арқылы, сөйлейтін тәжірибе, әрине тыңдайтын тәжірибе, бірақ кәтелер болады. Өмірдің көп кәтелер болады, бірақ ұялма, жай, мақұл. Сөйлей берейін деп. Ең қиыны бастау дейді ғой, сол бастап алса, дұрыс айтасың. Сіз жаңа айттыңыз, ең алдымен Алматыға келген болатынбыз деп, осы енді Өскеменге келген кезде қандай әсерде болдыңыздар? Өскемен басқа қалалардан қандай айырмашылығы бар екен? Тек 4 жыл бұрын Өскеменге бірінші рет осы университетке келдім.
және менің айтқанымда мен фермердің баласымын, фермада жүріп өскенмін. Әйелім кішкентай ауылда өсіп жүрген. Сондықтан, Алматы бізге ұнайды, бірақ ол дау қала. Адам көп, машиналар өте көп. Өскемен ол бізге ұнайды, өйткені ол тыныш. Адамдар бар, машиналар бар, бірақ ол тыныш сияқты. Ол бізге сәйкес келеді осы қала. Әрине, табиғи өте жаңа мұнда. Алатау, осы Иртыш өзен бәрі өте әдемі. Сондықтан бізге ұнайды, тек қана қыс кезінде ол кішкене қиын бізге. Қысы қанал дейсіз ғой. Бірақ адамдар өте... Адамдар өте жылы. Бізді жылы жүзбен қабылдаған. Сондықтан әрине біз қайтып келіп тұрамыз. Әрі біз кілеміз менің жүрегім қуандым, біз қайтылып кілеміз. Достармен сөйлеміз. Әрі airport. Ұшып келе қонғанда. Біз келдік. Қуанышты боласың, қуанып жатырмыз. Ал енді бүгінгі сіздермен әңгімелесіп отырып, біз енді өте көп подкасттар өткіземіз. Сол подкасттардың ішінде маған ерекше ұнаған подкаст деп айтайыншы, бір ерекше эмоция үстінде отырмын, ерекше бір тебіреніп отырмын. Сіздің жұбайыңыз қандай ашық жарқын, сондай келбетті. Маған өте бір осы подкаст жаныма жақын деп айтады ғой, бір жүрегіме өте жақын түскен подкасттардың бірі болып тұр. Сондықтан да осындай мәнді, жақсы бір кеңестер айтқандарыңыз үшін, жастарға, қазіргі жастарға білім нәрімен сусындатып жүргендеріңіз үшін қазақ елінің атынан сіздерге үлкен зор алғысымызды айтамыз. Осылай біздің мәдениетімізге, тарихымызға, біздің тілімізге осындай аса үлкен құрметпен қарап, елімізге ұшақпен қонғанның өзінде ерекше жүрегімді қуаныш кернейді деп айтып жатқан сөзіңіздің өзі эмоция сыйлайды екен адамға. Сондықтан да сіздерге болашақта тек қана табыс, денсаулық, аман болыңыздар, бар болыңыздар. 30 жыл бұрын Қазақстанға келдік деп айтып отырсыздар ғой. Енді осы 30 жылдың ішінде сіздермен танысу, сіздермен әңгімелесу бақыты осы бүгінге бұйырған екен. Сондықтан да әлі де біздің өсіп келе жатқан ұрпаққа білген, үйренген барлық білімдеріңізді бере жүріңіздер. Сіздерден жастар көп нәрсе үйренеріне менің сенімім мол. Сондықтан да бүгінгі подкаст соңына келді. Және де бұл әңгіме сіздерге сұхбат, сіздерге ерекше ұнайды деген сезімдемін. Келесі кездескенше және де Рональд мырзамен, Жанин ханыммен әлі біз кездесеміз деген сенімдемін. Рахмет. Айтқаның келсін.